Қайырлы күн, қадірлі ағайын. Кеше ғана баспадан шығып тұсауы кесілген домбырадағы орындаушылық өнер тарихы атты жаңа еңбекпен, жаңа кітаппен таныстырғым келеді сіздерді. Авторы профессор Біләл Сақып және мен. Осыдан 13 жыл бұрын Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген қайраткер профессор Карима Сахарбаева осы Қарашаңыраққа консерваторияға шақырып жұмысқа қабылдаған. Сонда ең алдымен қуанған кісілердің бірі Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер профессор Біләл Сақып ағайымыз болатын. Ой, Төлеп, сен жақсы келдің, мен үлкейіп келе жатырмын, мына сабақты саған сеніп тапсырамын деп орындаушылық өнер тарихы деген сабағын маған тапсырды. Ол кезде жаспын, топтық сабақтарды беріп көрмеген кезім, ағай, мен мына сабақты білмеймін ғой, меңгере алмаймын, сабақ бере алмаймын деп. Төлеп, ештеңе білудің керегі жоқ, мен барлығын жазып қоямын, тек студенттерге мәнерлеп оқып берсең болғаны деп сол сабақ менің мойныма ілді. Содан бері сол сабақты жүргізіп келе жатырмын. Қазір оның соңғы 4-5 жыл көлемінде ол сабақтарға жаңалық енгізіп, мына кітаптың ішіндегі жазылған күй мектептерінен көзі тірі орындаушыларды шақырып, студенттермен қарым-қатынасты нығайтып, яки олар көреді, тыңдайды және көкейде жүрген керемет сұрақтарын қоя алады. Сабақ осынысымен де қызығақ. Міне сол пәленбай жыл жинаған лекцияларының барлығын қағазға түсіріп, одан кейін маған да тапсырма беріп, мәселен Сыр өңірі, Бесқала, Ақтөбе, Ахмет Жұбанов сияқты үлкен тұлғаларымызды да Төлеп, сен жаза ғой деп осы кітапты бөлісіп жазып шығардық. Қараңыздар, ең бірінші бұл орындаушылық өнер тарихы деген пәнді ойлап тауып жүйеге қосқан Ахмет Жұбанов болатын. Және өзі осы сабақты пәленбай жыл жүргізген. Өзінен кейін өзінің шәкірті Болат Сарыбаевқа тапсырған. Болат Сарыбаев бұл пәнді қазақтың жаңарған аспаптарымен толықтырған. Болат Сарыбаевтан кейін академик Ахмет Жұбановтың шәкірті Тымат Мерғалиев ағаға берген Болат Сарыбаев. Енді бұл Тымат Мерғалиев қазақтың күй аңыздары мен күйшілерімен бұл тақырыпта мол айтқан. Тымат Мерғалиев Біләл Сақып ағайымызға тапсырған осы сабақты. Біләл Сақып ағамыз күй мектептерінің классификациясын жасап, яғни Ахмет Жұбанов 7 мектеп бөліп қалыптастырып жазса, Біләл ағайымыз осы мектепте бүгінгі күнімен 11 мектепке жеткізді. Біләл Сақып ағамыз бұны маған тапсырды. Мен жаңаша форматта, яғни әр сабаққа бір орындаушыларды, әр мектептен орындаушыларды шақырып, әрмен қарай осы сабақты дамытып келемін. Жалпы бұл кітапта біздің заманымызға дейінгі дәуірден түркі тектес халықтары музыкалық өнердегі тарихы, күй өнерінің рухани ой сана бастаулары, аспапты музыканың атасы күй өнері, күй аңыздарының тарихи негіздері, мінекей енді әрмен қарай екінші тарауда домбыра аспабы туралы тарих деректері, яғни домбыра туралы шыққан аңыздардың барлығы жиналып жазылған. Әрмен қарай домбыраның құлақ келтіру, домбыраның жасалуы, домбыраның түрлері, домбыраның пернелері, қағыс ерекшеліктерінен кейін бүге шігесіне дейін жазылған. Әрмен қарай 15-17 ғасырлардағы домбыра күйлері, мінекей бүгінгі күнге дейін жалпы домбыраға қатысты не бар, осының барлығы теріліп, жиналып жазылған. Бұл студенттерге де, ұстаздарға да өте қажетті, құнды еңбек деп ойлаймын.